Сәлем достар, бүгін сіздерге өте керемет бомба рецепт көрсететін боламын. Бүгін біз маршмеллоу дайындайтын боламыз. Өте керемет, жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен суымызға желатинімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де қайнап тұрған суымыздың буына желатинімізді ертіп аламыз. Осылайша қалыбымызды дайындап қоямыз. Қалыбымызды осындай сұйық маймен барлық бұрыштарын, пленканың барлық шетін майлап аламыз. Менің пленкам жылжып кетіп жатыр, сіздер астын сулаңыздар. Қантымызды саламыз. Және де аз ғана ванилин сахарын саламыз. Суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Осылайша дайын болғаннан кейін отымызға қойып, жақсылап ертіп, міндетті түрде жақсылап қозғап тұрыңыздар. Неге осындай безден ақ көбіктер шығады, сол кезде дайын болды деген сөз. Неге біздің қантымыз дайын, сиропымыз дайын. Ең алдымен дайын болған желатинімізді құйып аламыз. Және де сиропымызды жаймендеп аз-аздан қосып отырамыз. Қатты скоростьта жасамаңыздар. Ең төменгі скоростьта жасаңыздар, кейінірек күшейтесіздер. Массамыз осындай аппақ болып көпіріп шыға көтеріледі. Безе сияқты, мінекей біздің массамыз дайын болды, осылай созылып тұру керек. Қараңыздар. Енді майлап қойған қалыбымызға құйып аламыз. Және де мен 5 сағат көлемінде қойдым мұздатқышта. Осылай бетін жауып, 3 сағатта қойсаңыздар болады. Мінекей менікі дайын болды. Қараңыздар, мен кукурузный крахмал мен қант ұнтағын екеуін араластырып, осылай аунатып аламын. Сол кезде бір-біріне жабыспайды. Керек емес бұрыштарын осылай кесіп аламын. Қараңыздар, жақсылап араластырыңыздар, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Барлық бұрыштарын осылай жақсылап аунатып алыңыздар. Мінекей біздің маршмеллоу дайын. Жасап көріңіздер, міндетті түрде оңай, керемет болып шығады.